Старым мінекей мен платочканы тағы да 7-8 қатар тоқыдым, аяқтадым мінекей. Лицевая гладь дегеніміз міне мынау. Біз комбинезонның кассасын тоқыған кезінде осы лицевая гладьпен тоқылады касса. Және әрбір белгілі бір қатарда айқасып отырады. Платочка біздің негізгі узор. Комбинезонды тек осы узормен тоқимыз, ортасында тек касса болады. Аяқ жағында резинка, қолында резинка, қалған жердің барлығында осы платочкамен тоқитын боламыз. Мына изнаночная сторона, изнанка деп аталады. Мінекей, ешқандай да қиын емес. Енді ары қарай мен сіздерге комбинезонның негізгі узоры кассаны қалай тоқылатынын көрсетіп жіберейін. Кассаны қалай тоқимыз. Резинкадан кейін бірден платочный комбинезонды аяқ жағынан бастаймыз. Резинкадан кейін бірден платочный вязка жүреді. Мінекей платочный вязка және ортасында касса болып отырады. Өрім яғни. Қазақша аударсақ кассаның өрім болады. Касса мінекей лицевая гладь, осы лицевая гладьпен тоқылады. Оң тоқылады тек. Және мысалға менде қазір мына жерде кассаға 18 петля алдым. 6 петля және 6 петля. Ортадағы 6 петля бірде оңға, бірде солға өзгеріп отырады, айқастырылып отырады. Мысалға, қазір қатарда солға қарай айқастырсақ, келесі тағы бір 6-7 қатардан кейін оңға қарай айқастырамыз. Сөйтіп, кезектестіріп, по очереди ауыстырып отыратын боламыз былайынан. Сол кезде бізде өрім касса пайда болады. Енді мен сіздерге сол касса қалай тоқылады соны көрсетемін. Бірінші кассаға дейін платочка бізде екі жағында да оң тоқылады неде? Кромочныйды іліп алдық. Қазір мінекей қалған петляларды передний стенкаға оң тоқимыз. Лицевая гладьқа дейін. Так, бізде 5-6. Мінекей енді мына жерде лицевая гладь тоқып жатқан едік қой. Сондықтан ол оң қатар оң тоқуда лицевая гладьта теріс бетте теріс тоқимыз. Теріс бетте теріс тоқимыз. 6 петляны. 18 петляны кешіріңіздер. Теріс бетте теріс тоқылады, оң бетте оң тоқылады. Осылайша 6 қатардай теріп тоқып аламыз. 6 қатарда тоқып болғаннан кейін 7-ші қатарда или 8-ші қатарда айқастыратын боламыз жіптерді. Енді платочка басталды. 18-ден кейін платочка оң тоқылады. Осы жерлерде мысалға өрім қай жерден басталады, соны біліп отыру үшін біз маркер қоятын боламыз. Қазір мен образец болғаннан кейін көрсетіп жатқан жоқпын. Тек мына жерде және мына жерде осы екі жерде маркер болады. Сол маркерден біз біліп отырамыз, кассаның басталғанын және оң тоқу керек екенін барлығын біліп отырамыз, лицевая гладь екенін. Енді қазір сіздер өздеріңіз осылайынан 6 қатар тоқыңыздар, 7-ші қатарда кездесетін боламыз. Айқастырамыз бірге. Міне 6 қатар тоқылды. Енді кассаны тоқитын боламыз. Қазір өрімге дейінгі 6 петляны, платочканың петляларын тоқып аламыз. Кейін мінекей өрім басталды. Енді біз қазір бастапқы 12 петляны екеуін айқастыратын боламыз. Ол үшін көмекші спицаға қосымша мынандай булавка болуы мүмкін, или мынандай болуы мүмкін. Мен мынандай обычный спицаға алып қоя беремін. Егер обычный спицадан шығып кетеді деп қорықсаңыздар, ең бірінші бастағанда мынандай қосымша петляға, болмаса қосымша петлялар көп, солардың біреуіне алып қойсаңыз болады. Қазір мінекей 6-ын тоқып алдық. Енді бірінші 6 петляны қосымша спицаға өткіземіз. 4, 5, 6. Мінекей қосымша 6 спицаны өткіздім. Кешіріңіздер, 6 петляны қосымша спицаға өткіздім. Мінекей енді
жұмыстың артынан қалдырамыз. Жұмыстың арты деген мінекей арт жағына қарай шығарамыз да. Мына рабочий нит жіп. Одан алдына қарай шығады. Мінекей за работой мінекей жұмыстың артында қалды. 6 петля қосымша спицадағы. Енді келесі 6 петляны оң тоқимыз. Келесі 6 петляны платочкадан кейін жалғастырып, оң тоқи береміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алтауы тоқылды. Енді қосымша спицадағы 6 петляны негізгі спицаға ауыстырамыз. Негізгі спицаға ауыстырып аламыз. Жіпті былай қарай қойып алайық. Мешать етіп жатыр мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қайтарып алдық. Қосымша спицаны қоя тұрамыз. Енді сол қайтарып алған 6 петляны қайтадан дальше жалғастырып оң тоқи береміз. 2, 3, 4, 5, 6. Қосымша спицада тоқылды. Енді қалған 6 петляны әрі қарай өзін жай жалғастырып тоқи береміз. 2, 3, 4, 5, 6. Әрі қарай платочка. Осылай, қазір сіздер тағы да изнаночныйда платочка оң тоқылады, касаның петлялары теріс тоқылады, платочка оң тоқылады. Осылай тоқисыздар да, изнаночный тоқығаннан кейін тағы да 6 қатар. Изнаночныйдан бөлек тағы да 6 қатар тоқисыздар. Сол 6 қатардан кейін кездесетін боламыз. Қыздар, мінекей 6 қатар тоқыдық. Айқастырғаннан кейін енді екінші айқастыруды бастаймыз. Мана біз мінекей 6 петляны оңға қарай айқастырған болатынбыз. Енді ортадағы 6 петляны солға қарай айқастыратын боламыз. Платочка өзі тоқылады. Оң тоқимыз платочканы. 6 петля кромочныймен қосқанда 5, 6. Енді бірінші 6 петля манаға айқастырған 6 петляны бұл жолы тоқимыз. Өзін 2, 3, 4, 5, 6. 6 петля тоқылды. Енді ортаңғы 6 петляны қосымша спицаға өткіземіз. 2, 3, 4, 5, 6. Жұмыстың алдынан қалдырамыз. Мана жұмыстың артынан қалдырған едіге қосымша спицадағы петляларды. Енді жұмыстың алдынан қалдырамыз да, келесі 6 петляны жалғап тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6. Енді мінекей 6-ын тоқыдық. Қосымша спицадағы петляны орнына негізгі спицаға қайтарамыз. Орнына қайтардық. Енді орнына қайтарғаннан кейін әрі қарай тоқимыз. Әрі қарай жалғап оң тоқимыз. 6-ын 4, 5, 6. Әрі қарай платочка оң тоқылады. 2, 3, 4, 5 и 6-шы кромочный теріс тоқимыз. Мінекей негізгі айқастыру
негізгі өрім осылай болады. Енді мынау басып болғаннан кейін қазір түсініксіз қалай екені. Әрі қарай бүйтіп кішкене өргеннен кейін, тоқығаннан кейін түсінікті болады. Негізі осы ортадағы 18 петля, ортасында 6 петля болады да, сол ортасындағы 6 петля бірінші оңға қарай айқастырылса, 12 петляны ортадағы 6 петляны орнын ауыстырылады, 12 петля айқасып отырады ғой. Мысалы, бірінші оңға қарай айқастырған болсақ, екінші солға қарай айқастырамыз. Кейін тағы да 6-7-8 қатардан кейін оңға қарай айқастырамыз да, тағы 7-8 қатардан кейін солға қарай солай очередьпен ауыстырып отырасыз. Сол кезде өрім пайда болады. Енді комбинезон тоқыған кезінде толық көрсетемін. Мен кішкене тоқудың алдынан көрсетіп жатқаным. Негізгі узор осылай тоқылады.